Сау организм каналына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен киви туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви жемісінің отаны Қытай елі болып саналады. Бірақ бүгінде жеміс әлемнің көптеген елінде өсіріледі. Киви негізінде витаминдер қоймасы болып табылады. Кивиде апельсинге қарағанда С витаминінің мөлшері 2 есе көп, ал С витамині иммундық жүйені ынталандырып, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәріменінің бірегей майсыз формасы бар. Кивидің негізінде құрамында серотонин көп болады. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл-күйді жақсартады және ақпаратты қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний және калий бар. Екі кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат болып табылады. Сондай-ақ киви калийге өте бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Кивидің тағы да тыныс алу үшін пайдасы орасан зор. Зерттеулерде көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылтаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Сондай-ақ киви көру қабілетін де жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзіміздің еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Ал енді киви туралы көбісі біле бермейтін деректерге келсек. Киви жемісінің құрамында рак клеткаларының пайда болуына жол бермейтін ферменттер мол. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланады осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екендігін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар өте көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, ода маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Киви ағзадағы артық тұзды шығаратын болғандықтан бүйректе тастың қалыптасуын болдырмайды. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әр түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксия әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының түтіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс
қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі, шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Асқазан сөйлеу қышқылы жоғары адамдарға пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны жөн. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ көмей дерматозы, тілдің ісінуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі ықтимал.